Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Өте тойымды әрі жеңіл дайындалатын салаттың түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге піскен тауық еті қажет болады. Оны кубиктап турап, піскен картобымызды да турап осылай кубиктап. Осылай ыдысымызға салып, қайнатылған 4 жұмыртқамызды да турап салатын боламыз кубиктап. Бөліктерге кесілген осылай жұмыртқамызды салып, енді қиярымызды тураймыз. Қиярымызды осылай кесіп алып, бөліктерге оны да салатын боламыз. Үстіне аздап майонезімізді құйып, араластырамыз. Майонез аз болып қалса, тағы да үстіне аздап құйып, араластыратын боламыз. Мінекей, біздің тойымды салатымыз дайын. Осылай дастарханымызға қойсаңыздар, өте дәмі керемет болып шығады, жылдам дайындалады. Өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттер болады. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.